Менің жасым уже 20-ға келді, бірақ мен осыдан 5 жыл бұрынғы болған үрейлі оқиғамды әлі ұмыта алмай жүрмін. Оқиғаны айтатын болсам, ол кезде мен 10-шы сыныпта оқыдым. Сол кездегі болған жағдай әлі есіне кетпейді. Қысқасы, мұғалім бізге сабақ туралы түсіндіріп жатқан еді. Кенет кабинетке директор кірді. Балалар, қалайсыңдар? Сабақ қалай болып жатыр? Сіздерге жаңа оқушыны таныстырып кетейін. Есімі Малдыбай. Енді сіздермен бірге бір сыныпта оқитын болады. Ал жақсы, мен кеттім. Бәрің бірге дос болып кетесіңдер деп ойлаймын. Солай директор кетіп қалды. Малдыбайдың түріне қарасам, қарапайым бала секілді болған еді. Қайдан білейін, оның ішінде қандай құбыжық өмір сүретінін. Малдыбай, сен бар да, анау Қалдыбектің қасына барып отыр, деп апай менің қасыма отырғызды. Мен әрине қуанып кетіп, жаңа таныстыққа қарсы болмадым. Солай қоңырау да соғылды. Сабақ та бітті. Және екеуміздің қасымызға менің жақын достарым Бека мен Нурик келді. Қалай, Малдыбай? Танысып қояйық, менің есімім Бека, ал мен болсам Нурик. Қалдыбекті білетін боларсың? Өзің туралы айтып отыр. Қайдан келдің сен? Мен қаланың шетінде тұрам негізі. Ол жақта мектеп жоқ па? Жоқ, мектеп бар болған еді, өртеніп кетті. Сондықтан осы жаққа келуге тура келді. Жақсы. Кеттік, дүкенге барып бір сушняк алып жүрмедік па? Солай төртеуіміз сушняк ішіп алып, енді үйімізге тарап кетіп бара жатсақ, бізді Малдыбай тоқтатып, өз ұсынысын айтты. Жігіттер, сендерге бір нәрсе айтайыншы. Бүгін жұма, как раз ертең демалыс емес пе? Мүмкін бүгін кешке біздің үйге келерсіңдер. Как раз үйде ата-анам жоқ, олар тойға кеткен еді. 2-3 күннен кейін ғана келеді. Еще біздің үй кең әрі телевизордан қорқынышты фильмдер көреміз. Қалай, бүгін кешке үйге келесіңдер ме? Қонып кетіңдер. Сыныптастарым, қалай қалайсыңдар? Сүйрет айтып тұрмын әне. Әрине келісеміз. Болды ғой, барып тұрмыз ғой. Бүгін кешке барамыз міндетті түрде, деп үшеуміз де келістік. Келістік. Мен сендерге кешке мекен-жайды жіберем телефоннан. Ал жақсы. Солай бәріміз жан-жаққа тарап үйімізге кеттік. Солай кеш батып қараңғы батпай тұрғанда мен тез арада автобусқа міндім. Автобус ішінде әдеттегідей Бека мен Нурик күтіп отырған еді. Солай үшеуміз қаланың шетіне қарай кеттік. Арада жарты сағат өткенде мекен-жайға да келдік. Жақсы аға, рахмет сізге, деп жүргізушіге рахмет айтып, автобуста кетіп қалды. Малдыбайдың үйі қайда? Мынау айдала емес пе? Дала ғой мына жер. Уайымдамаш Қалдыбай, міне, қараш. Карта бойынша тіке жүре бер деп тұр екен. Солай тіке жүре бердік. Бірақ шынымен айдалада үшеуміз жүрген өте үрейлі екен. Солай жүріп, ақырында Малдыбайдың үйін таптық. Және қатты таңғалдық. Бұл сонда Малдыбайдың үйі ме? Бай сияқты ғой мына Малдыбай деген. Жүріңдер, кеттік, ішіне кіріп есікті қағайық. Негізі әдемі болғанымен сыртынан қарасаң үрейлі екен, қойшы, үрейлі бола берсін. Нәм ғой, мынандай үйді көрген жоқсың ғой сен, түсіңде де көрмей боласың сен. Біз есікті қақтық, және де есік ашылды. Қош келдіңдер, жаңа сыныптастарым менің. Малдыбай, сенің үйің ништяк екен ғой. Атанаң аристократтар емес пе? Солай дей болады. Үйде ешкім жоқ, өз үйлеріңде көре беріңдер. Жоғары 2-ші қабатқа көтеріліп, оң жақтағы бөлмеге кіріңдер. Ал мен болсам тіске басар тамақтар әкеле берейін. Брат, рахмет саған. Үйдің іші шынымен өте әдемі екен. Сырты қорқынышты әрі ескі болғанымен, ішіне көп қаражат жұмсағандай. Солай жоғарға көтеріліп, Малдыбай айтқан бөлмеге кірдік. Басында бәрі өте керемет болды. Мынандай үлкен үйді бұрын соңды көрмегендіктен таң қалып жүредік. Кенет бөлмеде отырғанымызға 1 сағаттан асып кетіпті. Ал қазір келем деген Малдыбай сол күйі келмеді. Жігіттер, мына Малдыбай қайда кетті? Келетін уақыты болды ғой, мүмкін төменге түсіп, оны шақырып қайтамыз. Қалдыбек, дұрыс айтасың, деп енді төменге түсейін деп жатсақ, кенет үйдің жарығы өшіп қалды. Бөлмелер қап-қараңғы. Чё за фигня, не болды мынау? Деп Нурик паника ұстап жатыр еді. Бека оны тынышталдырды. Не болды, қорқып? Бәрі жақсы. Бұл жай пранк екені көрініп тұр ғой. Ол бізбен ойнап отыр. Кенет айқайлаған дауыс шықты. Мынау да пранк емес шығар енді. Бека, мына жерде бірдеңе дұрыс емес. Кетейікші. Жақсы болды.
қазір что-то бәрін біртүрлі болып отыр. Қазір есіктен шығып кетіп қала қоямыз, болды. Тек бірінші қабатқа түссек болды деп бірінші қабаттан түсетін жерге барсақ, біреудің бейнесін көріп қалдық. Оның бейнесі апарық, тырнақтары ұзын, денесі болса қап-қара. Бейнесі әйел адамға ұқсайтын секілді. Әрине, оны бірі адам шығар деп ойладық, және де ойлана келе оны Малдыбай деп ойладық. Үстіне костюм киіп алған шығар деп ойладық. Бізді қорқытқысы келіп тұрған болар мынау. Қазір маған фонарик жағайыншы, көрейік қазір деп Бека фонарик жағып, оған жағып еді. Жаңадан бері бір орында тұрған ол мақұлық жүгіріп кетіп қалды, айқайлап жүгіріп өзімен өзі жынданып кетіп қалды. Ебать, жеке не мынау? Мынау Малдыбай емес қой. Мынау кім сонда? Ол сонда Малдыбайдың не үшін келмеген белгілі болды. Сонда Малдыбайды ол жеп қойды ма? Деп бәріміз паникаға түсіп, не істерімізді білмей тұрдық. Сөйтсе жігіттер, тынышталыңдар, болды, паникаға түспеңдер. Бүйтеміз қазір ана құбырық как раз кетіп қалды ғой. Қазір төменге түсеміз де, жайлап барып, есіктен шығып, қашып кетеміз, болды. Тамы жоқ бұның, біз құрсын 16 емеспіз бе? Өстік деген сияқты. Ай, қорықпаңдар, кеттік. Деп мен алға қарай жүріп, ең бірінші жүріп бастадым. Солай бірінші этаждан енді түсініп жатқан кезде қайдан шыққаны белгісіз қап-қараңғы жерден анау мақұлық қайтадан шықты да Нурик деген досымды аяғын тістеп алды. Біз болсақ әрине қорқып төменге түсіп қашып кеттік. Нурик досым болса сол жерде қалды. Нурикті ол жеп қойған секілді. Мен сол кезде қорыққанымнан оның бетіне фонарик жаға салып едім. Оның түрін бір секундқа көре алдым. Оның түрі емес, оның түрі мүлдем жоқ. Елестете алмаймын, бұл қалай? Оның тек тістері бар, аузулаған тістері. Бірақ көзі, мұрны мүлдем жоқ. Солай Бека екеуміз төменде тұрып, не істерімізді білмей тұрмыз. Нурикті құтқарамыз ба, не істейміз, а? Былай істейік, Бека, қараш. Мен байқағаным, ол құбыжық жарықтан қорқатын секілді. Мана жарықты жағып едім, ол өзімен өзі айқайлап қашып кетті. Яғни бұл жарықтан қорқады. Сондықтан да осы үйдің жарығын ол әдейі сөндірді. Енді маған не деп тұрсың? Сонда мына үйдің жарығын жағамыз ба? Иә, дәл солай істейміз. Осы үйдің жарығын жағамыз да ана құбыжықты өлтіреміз. Нурик досымыздан кек алуымыз керек қой, енді босла кетіп қалмайтын шығармыз. Нуриктің ата-анасына не айтамыз біз? Жақсы, онда келісім, Нурик досым үшін до конца деп Бека екеуміз келісе кеттік. Сонда мына жарықтың генераторын қалай табамыз? Жарықтың қосатын жері қайда? Мен ойлаймын, ол мүмкін жертөледе сияқты. Жертөлеге түсіп, сол генераторды табу керек. Солай екеуміз жертөлеге бет алдық. Жертөле өте қараңғы әрине, бірақ менің қолымда фонарик болғаны жақсы. Телефонымның фонаригімен төменге түстік. Жертөленің ішіне түссек, жертөле іші деген ұзын екен. Кенет ана жерден Малдыбайды байқап қалдық. Анау Малдыбай емес, Малдыбай неғып тұр? Күттік жүр Малдыбайға. Малдыбай, неғып жүрсің сені? Деп Бека оған ұрса кетті. Сен қуасың ба? Біз анаяқта құбыжықпен қарылып жатып, сен болсаң мына жерде тығылып отырсың ба? Бізге неге айтпадың? Анаяқта Нурик деген досымызды өлтіріп тастады. Оны жеп қойды. Тынысталыңдар, неге маған жабылып жатсыңдар? Мен мына жерде болам деп ойламадым. Асханада жүрсем, сол құбыжықты көрдім, және де қорыққанымнан талып қалдым. Сөйтсем, осы жертөле ішінде пайда болыппын. Маған ештеңе демеңдер. Жақсы болды, қырылмаңдар, болды. Сөз таласқанын ештеңе шықпайды. Бітеміз.
осы жерде светтің генераторы болу керек, соны жағып ол құбыжықты өлтіруіміз керек. Бұл жақта генератор деген нәрсе жоқ. Генератор ол жоғарғы қабатта, яғни 3-ші қабатта, деп салқынқанды түрде Малдыбай айтты. Жақсы, онда 3-ші этажға көтеріліп, сол жарықты жағамыз, болды. Жақсы, онда келістік. 3-ші қабатқа кеттік онда, деп Малдыбай да келісе кетті. Ал Бека болса қорқып тұрғанымен әрине ол да келісті. Солай үшеуміз енді жоғары қабатқа көтерілейін деп жатыр едік. Сол бір құбыжықты көрдік. Оның түрінде осы жолда анық көрдік. Түрін айтып жеткізе алмаймын. Кенеттен Малдыбай неге екені белгісіз жаңағы құбыжыққа жабыса кетті. Ол құбыжыққа жабысып, оны құшақтай кетті. Анашым-ай, сен аш қалмашы өтініш. Мына екеуін жеші енді. Жек қойшы мына екеуін. Сен үшін әкелдім осы үшеуін. Біреуін жедің ба? Деп талбасалап кетті мына Малдыбай. Бека болса осы кезде асханадан келді де спичканы алып отты жағып жіберді. Үй өртеніп кетті. Құбыжық болса жарықтан қорықты ма білмедім, ол бізге шабуылдамады. Ол ары қарай қараңғыға кіріп кетті. Ал Малдыбай болса қатты айқайлап бізге шабуылдауға дайын тұрды. Бірақ Бека мені алды да, жүр кеттік Бека, жүр кеттік, Малдыбай кеттік, жүр тез қаштық, мына екеуін өртедік болды деп екеуміз далаға шықтық та содан бері қашып кеттік. Үй болса өртенді де қалды. Тек қана екеуінің дауыстары шығып жатыр. Жаңағы құбыжықтың дауысы және де Малдыбайдың бізге қарап тұрған бейнесі. Содан бері 5 жыл өтті, мен оны әлі ұмыта алмай жүрмін. Осындай оқиға болғанын өте қорқынышты. Ал Бека досым болса нағыз батырға айналды. Ол Бека досым болмағанда мен не болатынын білмеймін.